Ай, мынау осы әлеуметтік жерді қарап отырмын. Мынау министр сельского хозяйства дейді. Сосын мынау бәйтеректің басшысы сұхбат беріп отыр. Мынау біздің халықты ойлайтын адам жоқ қой деймін. Мынау отырған кезде, билікке келген кезде салыстырумен ғана айналысады ғой деймін. Ана жақтың еті Африкада мынандай тиын тұрады, мына жақта мынандай тиын тұрады. Қуанбайсыңдар ма қазақтар, сендерде арзан ғой деген секілді келтіреді. Сендер не бізді сауатсыз деп ойлайсыңдар ма? Неге салыстырумен ғана айналысасыңдар? Кішкене жұмыс істесеңдерші, осы халықтың жағдайын қалай жақсартамыз деп ештеңе айтпайсыңдар ма? Осындай жолдар бар, осылай жақсартайық деп. Ал сендер отырасыңдар да айтасыңдар: ойбай, анау Африкада еттің бағасы мынандай деп. Ойбай, ана жақтың жалақысы мынандай. Сендер неге айта бересіңдер? Сендер Қазақстанда күшті ғой деп. Сендер қай Қазақстанда тұрып жатсыңдар? Қай жерде күшті қылып жатсыңдар? Соны айтыңдаршы. Етті қамтамасыз ету үшін біздің бірінші анау айтады, баға өскен кезде жақсы емес па? Экспортқа жіберуге болады ғой дейсіздер, анау шетелге. Бірінші өзімізді Қазақстанымызды етпен қамтамасыз етіп алыңдаршы. Өзімізге білесіңдер ма сендер ет қай жақтан келіп жатқанын? Басқа шетелден келіп жатыр арзан ет. Неге бізге құлаққа ілуден шаршамайсыңдар, Орындарың босатыңдар, біз келейік сендердің орнына. Сосын біз бірдеме қатырармыз, сендерден қарағанда салыстырмай ешкіммен.